Starline A93 18-ші сабақ жалғастырамыз. 18-ші сабақ. 17-ші сабақтан қалай істейтінін өтіп кеттік. Минус пен плюс центр замок. Алда 19-ші сабақта құдай қаласа вакуумға қалай жалғайтын туралы өтеміз 93-та. Ал қазір 17-ші сабақ, 18-ші сабақ бізде 17 ма? 17 ау. Или 18 ба жазып кетемін ғой, короче, шатасып тұрмыз. Бұл сабақ бізде программа істеу. Яғни мынаны қалай программит етеміз уақыттарын, центр замоктың уақыттарын. Мына бірінші тұр ғой, дейтініз импульс центр замки деген. Қалай қосамыз? Родной бізде 0,8 миллисекунд тұрады. Біз соны секундтарға айналдыру туралы сабақ өтеміз. Маңызды моменті, бізде валет кнопкаға мынадан антеннадан басып кіреміз ғой. 5 рет басамыз, кіреміз. AF деп шығады. Қараңыздар, AF деп шығады да. AF-те обычно ескі сигнализацияларда A93-терде бірінші неде управление центр замками дейді. Бізде бұда жоқ. Сол үшін біз дополнительный канал немесе программат арқылы уақытын береміз центр замкын. Ескі A93-те міне біріншісінде жазылып тұр. Длительность импульс управление замками дверей, яғни 0,8 3-те 6 вакуумға 2 импульс құлтағанда и комфорт деген бар. Бұл ескісінде, достар. Ал жаңадан шыққан уже антеннада тұрған кнопкасы бар, валеткісі, светодиоды бар. Ода бізде бірде, AF бірде уже жоқ, түсініңіздер ма? Сол үшін бұны программат арқылы істейміз. Ал ананы 5 рет басамыз, валет кнопкасын 5 рет басамыз, зажигание ашамыз, и AF-ке кіреміз, AF программаға кіріп, бірде таңдаймыз, қандай бізге импульстар керек. Бұл ескі A93-те, менің өтіп отқан, сабақ өтіп отқан жаңа A93-тер, бұда біз олай істей алмаймыз. Яғни через программат немесе дополнительный канал арқылы істеп көрсетеміз қалай істейтін. Модельде бізде кеңі шыққан 93-дің V2 модельдерінде программат арқылы істейміз, немесе пульт программа арқылы кіреміз. Яғни ескілерде 5 рет басып кіруге болады, түсініңіздер ғой, ескілерде. Бірінші вариант, екінші вариант, үшінші, төртінші вариант деп таңдай бересіз комфорт. Жаңаларында уже вариант таңдай алмаймыз. Сол себептен қазір программат немесе дополнительный канал арқылы істейміз. Программатқа антеннаны шығарып тастаймыз. Ол үшін есік ашық болу керек. Есігін ашамыз. Сөйтіп антенна арқылы қосамыз. Мен айтпақша импульсын көрсетейін сіздерге. Жаптым. Контролькаға 8 секунд шықты. Аштық. Лампочкаға 8 секунд шығу керек. Болды. Осыны біз қазір импульстарын ауыстырамыз. Программатты антеннаға тықтық. Антеннадан шығатын программатты USB шнурға тықтықтан ноутбукке тықтық. Starline деген приложениені ашамыз да настройка істейміз, достар. USB тықтық. Бізде Starline өзі іздеп отыр. Starline Master 3.8 версиясы. Яғни қазір кірет, біз импульстарын ауыстырамыз, достар. Керек импульсқа қоямыз. Міне настройкаға кіреміз. Немесе блокта обновить етсек болады жаңа версиясына. Настройка ашылды. Автоматический дозапирание багажника деп бір деп тұр. Біз өзіміздің центр замок проводты тауып группасы жасыл и көк түсті. Көріп тұрғандарыңыздай дополнительный каналы дегенге басамыз да, міне X1 6 разъем дегенге барамыз. Міне сіздердің көріп тұрғандарыңыздай 6 канал разъем, яғни 0,1 секунд, 0,1 секундтан тұр екеуде, көк и жасыл. Осыны біз қазір не істейміз? Бірінші біз бұны құлтағанда ма? Көбінде американецтерді ашқан кезде 2 импульс болу керек. Яғни ашуды біз 2 импульс қылайық. Так, кірдім. Импульс на 20 секунд бар дейді. Біздікі 0,1 секундта тұрмын. Біз бұны ашқан кезде 2 импульс қыламыз. Двойной импульс на отпирание дейді, с паузой дейді. Міне. Яғни алтын таңдайық ашқанға. Алтын таңдадым. Енді міне қараңыздар. Көкке 2 секунд таңдадым. Яғни бірінші ашасын, өз есік ашылады американецтерде, Тойоталарда. Екіншісі өз автомат түрде ашатын болады. Сіз 2 рет басып жүрмейсіз пультті. Енді минуспен комфорт беру керек бізге. Біріншіні комфорт қыламыз. Яғни міне кірдік, біздікі заводской импульс на запирание жапқанға 1 секунд дейді. Біз 20 секунд таңдаймыз. Яғни құлтағанда терезелер жабылатын болады бізде. Таңдадық, міне болды. Енді істейміз, сохранить етеміз. Бұл программат арқылы, достар. Және де компьютер программаттарыңыз болмаса, қалай істеу керек екенін көрсетемін алда. Ал енді тексереміз. Қараңыздар, антеннасының орнына қойдым, қайта жалғадым. Біз құлтағанда бізде қазір контролька 20 секунд жанып тұру керек. Яғни терезенің бәрін жабу керек. Біз бағана құлтағанда тез жанды да өшкен еді ғой. Енді бізде құлтағанда 20 секунд тұру керек. Құлтадық, кетті. 1 2 3 4. Көрдіңіздер ме? Өшпей тұр.
яғни терезені толықтай минуспен жауып жатыр. 20 секунд бердік жапқанға. Заводскойы құлтайды, өшетін еді 0,8 секунд еді. Біз енді жапқанға 20 секунд бердік. Ашқан кезде 2 рет жанып өшу керек лампочкамыз. Өйткені бірінші водительский ашылады, екінші қалған есіктер ашатын қылып істедік. Осылай өзгерте береміз программат арқылы немесе настройка арқылы, достар. Көрінеді ме? 20 секунд беріп отыр, әлі күтіп тұрмыз. Терезем бәрін жауып отыр, жапты, болды. Терезем бәрін жапты, тексерді. Енді ашқанда бізде 2 импульс беру керек лампочкаға. Аштық, міне. Қараңыз, 1, 2 болды. Бірінші өзіміздің есік ашылды, екінші қалған есіктер ашылды. Енді біз бұны ноутбук арқылы, программат арқылы істедік, каналдарды. Енді пульт арқылы осы каналдарды заводской настройкаға келтіреміз қайттан. 1 секунд істейміз қайттан. Өзінің 1 секундына қайттан 2 проводты әкелдіреміз пульт арқылы. Қалай істейміз? Компьютер болмаса 8 бен 7 канал деп жазып аламыз. Көк бізде 8, 7 жасыл. Яғни көк 0,8 канал, жасыл 7 канал 1 секунд қыл керек біз екеуін. Яғни мен жазып қойдым сақыран деді. Енді валет кнопканы 5 рет басып, программаға кіріп, SX деген каналдарды іздейміз осыларды. Так, валет кнопканы 5 рет басамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Зажигание ашамыз. Так, достар, маңызды момент. Біз бірінші 8 канал табайық. Көк проводты 1 секунд қылайық. Яғни бізде неқта канал ашамыз. Starline.ru-дан 8 канал мін тұр. Яғни заводской бізде 1 секунд тұрған. 0,2 дегенге қой керекпіз. Так, неқтан 8 канал іздейміз. 4, 5, көрініп тұрмыз сіздерге? 6, 7, 8. 8-ге кіреміз, 3-ті басып тұрамыз да, тағы басып жібереміз. 8 каналға кірдік, бізде 6 канал тұр. Яғни 0,6 деген тұр. Двойной импульс ашқанға тұр екен. Ашқанға 2 импульс Toyotаға. Енді осыны біз не арқылы не істейміз? Так, 16. Бізге қай канал керек? Бізге 7 канал 0,1 керек. Заводской назначениесі. Так, кәз. Міне. 9, кәз артқа айналып барады. 0, 1. Міне, достар, 3-ті басамыз да, тағы бас жөнеміз, болды. Яғни 8 каналды 1 секундқа қойдық, енді 7 канал табамыз. Көріп тұрғандарыңызда 7 канал таптым. Қайтан басып тұрамыз да, 3-ті кіреміз. Так, бізде 9-да тұр екен бұл. Бізге 9 керек емес, яғни. 9 не ол бізде? Өш қапты ғой. 9 бізде 30 секундта тұр екен. Яғни бізге 7 канал 1 секундта тұр керек. 0. Яғни бондта біз не істейміз? 9, 1-ге қоямыз. Яғни екеу 1 секунд. Заводской несі 7 мен 8, 1 секундта тұр керек екен. Яғни мені таңдадық, басып ұстап тұрамыз да, 3-ті басып жібереміз, болды. Зажигание жабамыз, біздің программа орнына келді, достар. Қазір жауап тексереміз. Бағанағыдай болмау керек. Мынау Starline-ның несінен табасыздар, кіріп. Енді қараңыздар, бана жапқан кезде 30 секунд тұрды, 20 секунд комфорт. Мынау 2 рет импульс болған еді ғой. Енді қазір екеу 1 секундтан жанып өшу керек. Құлдадық. Қазір. 8 канал бізде 2-де тұр керек екен, достар. 1 деп жіберіппін ғой мен. Болды, сохранить еттім. Зажигание өшірдік. Екеуін бірдей істеп қойғанда 2 каналшы. 1 канал 1-де, 1 канал 2-де болып қой. Міне енді қараңыздар, жабамыз. 1 секунд пайда болды. Бана екеу істеп кетті ғой. Екеуін 1 канал қылып қойдық та. Аштық, мынаған пайда болады. Міне. 1 секунд мынаған пайда болды. Жапқанда 1 секунд мынаған пайда болды. Яғни бағанағыдай 30 секунд ұстап тұрған жоқ, көрдіңіздер ме? Аштық. Мынау бағанағыдай 2 рет импульс беріп жатқан жоқ, бірақ импульс. Яғни біз пульт арқылы қайтан орнына келтірдік компьютерсіз. Жапқанға 1 секунд, ашқанға 1 секунд заводской қылдық. Бағана жапқанда терезе жабатын 30 секунд деді, ашқанда Toyotаларда бірінші есік ашады, американецтерде. Кейін қалған өз автомат ашатын еді. Немесе 1 секунд болса, ашқан кезде 1 ашады, тағы бассаң ашатын еді. Сөйтіп ашып жүреді біреулер. Бұл уже автомат түрде қалған есіктерді ашады. Бұл программа. Яғни сіздер ноутбук арқылы таңдайсыздар. Міне көкпен жасылды. X1 разъем, 6 контакт дейді міне. 20 секунд и және двойной импульс істедік. Қазір біз пульт арқылы қайтан өзін 0,1 секунд істеп қойдық. Заводской қылып. Яғни түсініңіздер ғой. Қандай программа, қандай нәрсе керек, осылай өзгерте береміз, достар. Так, минус плюс шалға өттік. Как на один моторчик өттік. Как на один моторчикке де осылай программа ете береміз уақытын. Және ескіде көрдіңіздер, ескі Starline-дарда программа арқылы кіресіздер, AF арқылы 1 деп. Кейін шыққан Starline-дарда олай уже болмайды, канал отдельно